Черчесов осы жолы қазақ тілін қалай мазақ етті. Бір тәулікте екі сарбаз өз-өзіне қол салды. Бұған кім кінәлі? Қуат Хамид кімдерді естен танғанша ұруға шақырды. Ербаян Мұхтарға ота жасаған дәрігерлер сотталама. Қазақстандықтар 600 мың теңгелік жалақыны менсінбей ме? Тоңазытқыштан ер адамның басы табылды. Сұмдық жағдай қайда болды? Армысыздар, өздеріңізбен Қазақ Айран және мен Айдана Мейрамбайқызы. Әдеттегідей аптада болған ең қызықты да шулы оқиғаларға шолу жасаймын. Сонымен бұл жетіде не болды өзі? Биыл жазда футболдан Қазақстан құрамасының бас бапкер болып тағайындалған Станислав Черчесов қазақ тіліне қатысты тағы бір жанжалға қалды. Словения құрамасымен өткен ойыннан кейінгі баспасөз мәслихатында журналист Черчесовке қазақ тілінде сұрақ қояды. Бірақ бапкер журналистке "Сен қазір француз тілінде сөйлеп тұрсың ба?" деп қағыта жауап қатады. Станислав, саламұлы, әңгіме жоқ, прогресс бар. Ойын өзгеріп келеді, жақсы жағынан. Ты по-французски сейчас говоришь? Бұл видеоны көрген желі қолданушылары ресейлік бапкер Черчесовты мемлекеттік тілді мұқатып кемсітті деп сынады. Тіпті әлеуметтік желіде "Заберите Черчесова" деген хэштегпен оның ұлттық құрамадан кетуін талап етіп жатқандар жетерлік. Ұлттық құндылығыңа түкірген кісі ұлттық құраманың көсегесін көгертпес. Тый деп сөйлеуі де сұрақ иесімен оның тіліне деген құрметі тым төмен екенін айғақтайды. Футболды өсірем деп жүріп, намысты өлтіріп алмайық, Черчесов кетсін деп жазды жас ақын Нұржан Өмірбай. Бұл шудан кейін еліміздің туризм және спорт министрлігі Қазақстан футбол федерациясына конституцияға және тіл туралы заңға сәйкес мемлекеттік тілдің ерекше мәртебесі бар екен және оған барлық азамат құрметпен қарауға міндетті екенін көрсете отырып, ресми сұрау жіберді. Әрі министрлік федерациядан Черчесовтың даулы әзіліне қатысты түсініктеме беруді және Черчесовпен мемлекеттік тілге құрмет көрсету туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізуді талап етті. Ал футбол федерациясы өз кезегінде жағдайға былай деп түсініктеме берді. Бұл сұрақты Францияның ПСЖ клубының формасын киіп жүрген қазақстандық журналист Бегасыл Сейтқанов баспасөз мәслихатында қойғаннан кейін бас бапкер әзілдеп жауап қайтарған болатын. Станислав Черчесов қазақ тілі мен еліміздің мәдениетіне үлкен құрметпен қарайды. Сонымен қатар қазақ тілін белсенді түрде оқып жатқан мәлімдейміз деді федерацияда. Ізін ала федерация қазақ тіліне құрмет көрсетпеген Черчесовке 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 738.400 теңге көлемінде айыппұл салғанын мәлім етті. Айта кетейік, Черчесовтың қазақ тіліне қатысты қағыта сөйлеуі бірінші рет емес. Ресейлік бапкер бұған дейін де өзіне қазақ тілінде сұрақ қойған журналистке дөрекі жауап берген болатын. "Неге маған бұлай сұрақ қоясың? Саған осетин тілінде жауап берейін бе?" деген еді сол кезде 61 жастағы маман. Енді қомақты айыппұл арқалаған Черчесов қазақ тілінде қойылған сауалдарға әбден ойланып толғанып барып жауап берер. Қазақстан армиясынан тағы суыт хабар жетті. Осы аптада Қарағанды облысында бір тәуліктің ішінде 2 сарбаз қайтыс болды. Әуелі Приозерск гарнизонындағы әскери бөлімдердің біріндегі сарбаздың өзін атып тастағаны белгілі болды. Оқыс оқиға сарбаз қарауылда тұрған кезде болған. Ол қызмет кезінде өзіне бекітілген қаруды пайдаланып, өзін бастан атқан деді құрлық әскерилерінің баспасөз қызметі. Ізін ала Шахтинск қаласында ішкі істер министрлігіне қарасты ұлттық ұланда келісімшарт бойынша әскери қызмет атқаратын адамның суицид жасағаны мәлім болды. Ол өзі тұрып жатқан пәтерде асылып тұрған жерінен табылған. Қорғаныс министрлігі бұл екі жағдайды да отбасындағы тұрмыс жанжалы себебінен өзіне қол жұмсаған деп жылы жапты. Айта кетсек, әскердегі әлімжеттік пен өлім соңғы кездері жиілеп кетті. Армияда көз жұмды деген бір сарбаздың топырағы суымай жатып, екіншісі жан тапсырып жатыр. Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-майор Бақытбек Сыдықов қарулы күштерде соңғы 4 жылда 40 әскери қызметкер өзіне қол салғанын хабарлаған. Ал мәжіліс депутаты Нартай Аралбайұлы соңғы 3 жылда Қазақстанда 270 әскери қызметкер қайтыс болғанын айтқан.
Осы әскерде жүріп, ми жарақатын алып комаға түскен Ербаян Мұхтарға ота жасаған дәрігерлердің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Бұл іс негізгі қылмыстық істен бөлек қаралмақ. Бұл туралы сарбаздың адвокаты Инга Иманбай хабарлады. Оның айтуынша, қазір әскери госпитальдің және нөмірі 12-ші қалалық аурухана дәрігерлерінің әрекетіне қатысты сараптама тағайындалып, тергеу жүріп жатыр. Енді ол тергеу қалай жүреді, объективті жүре ма, ашық жүре ма, ол жағын көре жатармыз, бірақ десек те осыған дейін біз көп мәрте айтқан талаптардың бірі, яғни дәрігерлердің іс әрекетіне қылмыстық баға беру талабымыз кішкене де болса орындалу бастамасы бар деген сөз. Естеріңізге сала кетсек, Ербаян Мұхтар ұлттық ұланның Алматы қаласындағы 55-71 әскери бөлімінде әскери борышын өтеп жүрген. Былтыр желтоқсанда сарбаз ми жарақатын алып комаға түскен, бірақ әскерилер туыстарына Ербаян дәретханада құлап, басын еденге соғып алды деген нұсқа айтқан. Ал сарбазға ота жасаған дәрігерлер оның басының жартысын алып тастаған еді. Дегенмен сарбаздың жақындары ұлдарының абайсызда құлап қалғанына сенбей дабыл қағып, содан кейін ғана қылмыстық іс қозғалған болатын. Қазақстандықтар 6 айдан астам комада жатқан Ербаян Мұхтардың ем үшін 230 миллион теңге жинап берді. Әскерге сау кетіп, сау болып қалған сарбаз өткен айда Түркияға емделуге жіберілген еді. Бірақ әскери бөлімде Ербаянға не болды деген сұрақтың әлі күнге жауабы жоқ. Негізгі қылмыстық іс бойынша әскери бөлімде Ербаянға не болды деген мәселе қазірше осыған дейін тағайындалған сот медициналық және техникалық сараптаманың қорытындысына байланысты болады. Оның қорытындысы өкінішке орай әлі дайын емес екен. Дайын болған кезде тергеу бізді таныстыру керек. Біз міндетті түрде ол жөнінде жеке айтатын боламыз. Астанада 19 жастағы жігітті 4 жігіт қинап өлтіріп 9-шы қабаттан лақтырып жіберген. Бұл туралы қаза тапқан жігіттің анасы айтып, видео үндеу жариялады. Қара жамылған ананың сөзінше күдіктілер жазадан құтылып кетуі мүмкін, себебі олардың билікте танысы бар дейді. Оның үстіне қылмыс жасағандар қазір марқұм болған баламды барын салып қаралап жатыр дейді. Елімізде заң жоқ, бұлай жалғаса берсе елімізде жастар қалмайды деп қайғы жұтқан астаналық әйел әділ тергеуді талап етті. Заң қайда, қазақ халқым қайда, бұлар өсте берсе бұл елде жастар қалмай бар жатыр. Анамын, мен шырылдап отырмын, 4 балам бар. Балам менің ішпейді, шекпейді, универде оқиды, академияда. Соны ішті, өзі деп бәріне бәле жауып, бұлар жақпақшы. Заң қайда, басқа қайда, мен шырылдап отырмын, балапанымды іздеп бүгінгі күнде. Менің жан айқайымды естіп атқан ешкім жоқ. Заңды түрде осы балдардың жазасын берсін деймін. Бұлар бүйтіп кете берсе, қазақ елінде Қазақстан бойынша жастардың өлімі көбейіп бар жатыр. Мен ана болып шырылдап айтып отырмын. Ал Астана полиция департаментіндегілер 19 жастағы жігіттің денесі көпқабатты үйдің жанынан табылғанын растады. Қазір өлім фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Бірақ болған оқиғаның мән жайын жарияламады. Ведомство екі тараптың, оның ішінде марқұмның анасының мәлімдемелері де мұқият тексерілетінін хабарлады. Атышулы Қуат Хамитов елді тағы зорлық-зомбылыққа шақырды. Әлеуметтік желіде аралас жекпе-жек шеберінің видеосы тарады. Бейнежазбада спортшы болашақта әйелін ұрмайтынын айтады, бірақ біреуді ұрып алып, артынан жәбірленушінің арызынан қорқып жүретін жігіттерді жазғырады. Жалпы біреуді ұрған соң 1-2 ай есін білмейтіндей, арыз жазуға шамасы келмейтіндей етіп ұру керек. Есесіне үстіңнен ешкім шағымданбайды, деді Хамитов. Оқайық отырмыз да. Оқайда де әйеліңді ұрасың ба дейді. Мен айтам, жоқ, әйелімді ұрмаймын. Вообще ана заявление жазатын жігіттерге айтам да, біреуді ұрдық, заявление жазу керек. Айтам да, ұрғаннан кейін датаға ұру керек та, что бір ай не помню, ничего не помню. Не болды, бір ай назад не помнит, вперед не помнит, ничего, 2 ай не соображает. Вот тогда никто, вот так надо бить, ұратын болсаң біреуді. Зато ешкім заявление жазбайды. Хамитовтың бұл сөздері әлеуметтік желі қолданушыларының ашуын келтірді. Қуат десе қуат екен. Талғарға бар. Әкең шешеңді солай ұрама, халықты зорлық-зомбылыққа шақырған үшін жауапқа тартылсын деп жазып жатқандар жетерлік. Жалпы бұл спортшы үнемі тілінен табатта жүреді. Пандемия кезінде күші тасыған спортшы коронавирустың адамдарға қасақана жұқтырылуын тоқтату үшін тікұшақтарды атуға және көшедегі дезинфекторларды таспен ұруға шақырған болатын. Бұл әрекет үшін тіпті 6 айға
бас бостандығы шектелген еді. Енді бұл жолы елді естен танғанша ұруға шақырған спортшы жазар қалай ма жоқ па, ол жағын уақыт көрсетер. Жаңа түскен келіннің мойнына жүгеніліп сәлем салдыратын дәстүр шығыпты. Әлеуметтік желіде көрген адамның жағасын ұстататын ерекше видео тарады. Бейне жазбада егде жастағы әйел келіннің мойнына жүгеніліп көпшіліктің алдынан жетектеп өтеді. Ал жүгенделген келін болса бөлмеге жиналған әр адамға иіліп тұрып сәлем салады. Бұрын соңды мұндай оғаш дәстүрді көрмеген желі қолданушылары сыни пікірлерді жарыса жазып жатыр. Видеоның астына бұл тоқырау, не деген жабайылық, бұл Африка ма қай тайпа, мынаны көріп рабство киносы еске түсіп кетті деген пікірлерді қалдырған. Ал видеоны жариялаған Эгов Пресс телеграм арнасы Қазақстанда квадробер келіндер пайда болыпты, өзімен кетсін деп мысқылдады. Дегенмен бұл видеоның нақты қашан және қайда түсірілгені белгісіз, кейбірі оны Қырғызстанда десе, кейбірі Өзбекстанда түсірілген деп болжап жатыр. Айта кетейік, бұл салт дәстүрге байланысты шыққан алғашқы шу емес. Бұған дейін де әртүрлі өңірде тойда болған келеңсіз дәстүрлер көптің талқысына түсіп, жабайылық деген бағасын алған. Қазақстандықтар 600 мың теңге жалақыға жұмыс істегісі келмейді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова осылай деп айдаспанға шығарды. Айтуынша, қазіргі қоғамда екі қолға бір күрек ұстауға құлықсыздар көбейген. Ал білім деңгейі жетпесе де жұрттың көбі 800 мың теңге айлық төленетін жұмыс талап етеді дейді. Салдарынан қарапайым ауыл шаруашылығы немесе дәнекерлеуші мамандықтарына кадр тапшы деп отыр. Тіпті мысал ретінде Солтүстік Қазақстан облысындағы Сергеевка ауылын келтірді. Министрдің сөзінше, онда 600 мың теңге жалақыға дәнекерлеуші табылмай жатыр екен. Қазіргі уақытта біз өзіміз соған куәгер болып отырмыз. Жұмысқа шығыңыз, осындай 300 мың төлемақыны береді сізге дегенде, ол азаматтар, біліктілігі, білімдігі жоқ азаматтар 800 мың теңгені сұрайды. Министр Жақыпова қаражатты күректеп табу үшін еңбекке деген сүйіспеншілікті бала кезінен отбасында тәрбиелеу қажет деп санайды. Әрі ол жұмыс істегісі келмейтіндерді заң бойынша жазалау керек деген ұсыныс айтты. Бірақ министрдің бұл айтқандарына әлеуметтік желідегілер бірден қарсы пікір жаудырды. Дәнекерлеушіге мұндай жалақы берсе, барлығымыз үйреніп жасар едік дейді. Ал кейбірі тіпті Астананың өзінде дипломы бар мамандар орта есеппен 300-400 мың айлық алады деп жазған. 300 мың жалақыға жете алмай жүрміз деген жұрт министрге мұндай ақпаратты айтпас бұрын халықтың шын табысын алдымен көзбен көруге кеңес берді. Мәжіліс депутаты Дәулет Тұрлыхановтың ұлы Нұрасыл Болат тағы бір шудың астында қалды. Ерлі-зайыпты заңгерлер Олег Чернов пен Анна Дмитриевичті ұрып соғып, сот шешімімен 2 жылға бас бостандығы шектелген Нұрасылдың мейрамханада мейман болып жүрген видеосы әлеуметтік желіде пайда болды. Бейнеролик авторының айтуынша, Нұрасыл Болат түнгі уақытта Алматыда өтіп жатқан тойда жүрген. Ал ол жазасын Астанада өтеуі тиіс. Досының қуанышына ортақтасуға барып, басы дауға қалған жігіт енді осы әрекетінен кейін жазасын түрмеде өтеуі мүмкін. Өйткені құқық қорғау органдары депутаттың ұлының пробациялық бақылау талаптарын бұзғанын алға тартып, оның жазасын бас бостандығынан айыру жазасына ауыстыру үшін сотқа материалдар дайындап жатыр. Ал ұлының жағдайына алаңдаған Дәулет Тұрлыхановтың өзі 21 жастағы жігіттің соңына біреулер әдейі түсуі мүмкін деп отыр. Балам өте жақсы болады, тәрбиелі. Бүгін күні оның артынан менде туған күн бар болмайды, өзінің жастағы жолдастарымен араласуға болмайды, сол жағда мені қатты ойландырады. Ал баламның денсаулығы бүгінгі күні мені қатты толғандырады. 21-дегі бала әлі бала енді қалай айтуға болады, өмірді әлі көрмеген бала. Оның бас бостандығын не үшін айырамыз? Біріншіден, не үшін айыру керек ол? Сағат кешкі 8:30-да әріптестермен неде отырған ба? Уже ішіп отырған жоқ ол жерде. Ол бала ішпейді. Енді айтайын дегенім, үйтіп бірден түрмеге қамайтын болсақ,
онда ол дұрыс болмайды, ол тәрбие емес. Айта кетейік, әскери борышын өтеп жүрген Нұрасыл Болат ерлі-зайыпты адвокаттарға қол жұмсап істі болған еді. Кейін дәл сол қорғаушылардың бірі түнгі уақытта Дәулет Тұрлыхановтың ұлын көшеден көріп, пробациялық бақылауды бұзып жүр деп әлеуметтік желіге салған. Адамға жасалған қастандық күн өткен сайын қорқыныштары қауіпті болып барады. Ақтөбе облысында осыдан 1 ай бұрын із-түзсіз жоғалып кеткен тұрғынның басы тоңазытқыштан табылды. Ал бөлшектелген өзге дене мүшелері салынған қапты полицейлер қала сыртындағы кен қалдықтарының арасынан тауып алған. Сұмдық жағдай Хромтау қаласында болған. Тәртіп сақшылары қанды қылмысты жасады деген күдікпен 2 адам ұстап қамауға алған. Олардың адам өлтіріп, тәнінің ту талақайын шығаруына не түрткі болған әзірге белгісіз. Бейресми дерек бойынша күдіктілер мұндай жауыздыққа марқұммен бірге арақ ішіп төбелескен соң барған. Мазарға мәрмәр тас орнатып, биік кесене салуға тыйым салынды. Қырғызстан президенті Садыр Жапаров бейіт басын қоршауға байланысты жаңа заңға қол қойды. Соған сәйкес айырғалпақ тағайындылар марқұм болған туыстарының орнын биіктігі 70 сантиметрден аспайтын ағаштан жасалған материалмен ғана белгілеп қоюы тиіс. Қаза болған жанды еске алу үшін үйде Құран оқу жеткілікті деген қырғыз президенті заңды сарапшылдыққа жол бермеу үшін қабылдағанын атап өтті. Жаңа заңға сәйкес Қырғызстан мұсылмандары діни басқармасы марқұмды жерлеу, оның басына қабір салу, ескерткіш орнату рәсімдерін реттеу үшін арнайы пәтуалар шығарады. Мысалы, аталған заңның 22 бабына сәйкес зиратқа тастан, граниттен, мәрмәрдан, металдан жасалған ескерткіш, мүсін, құлпытастар қоюға рұқсат жоқ. Мұндай белгілерді тек тарихи мәдени маңызы бар зираттарға қоюға рұқсат етіледі. Жалпы қайтыс болғандардың мазарына қыруар қаражат жұмсап, зәулім кесене салу тек Қырғызстанда ғана емес, біздің елде де жетерлік. Ал сіз Қырғыз президентінің бұл шешіммен келісесіз бе, жоқ па? Қазақстанда да сондай заң қабылдау қажет пе, әлде бейітті әркім өзі білгенінше салуы керек пе? Пікірлеріңізді осы видеоның астында қалдырыңыз және біздің Қазақ Айранға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Естеріңізге сала кетейін, экрандағы Каспи QR арқылы немесе видеоның мазмұндағы Каспи Patreon сілтемелері арқылы редакциямызға қолдау көрсетсеңіз болады. Оны істегендерге алғысымыз шексіз. Бұл маңызды.